Жаңа жылға 1 миллион теңге көмек кімдерге беріледі? Алматы қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы есте қаларлық даталар мен мереке күндеріне ақшалай төлем түріндегі әлеуметтік көмек туралы айтты. Оның ішінде жаңа жылға арналған төлем де бар. Тенгриньюс сайтының ресми сауалына берген жауабында айтылғандай, жуырда оңтүстік Астана мәслихаты тиісті шешім қабылдаған екен. Алматы қаласы мәслихатының 2023 жылға 8 желтоқсандағы номері 73 Алматы қаласында әлеуметтік көмек көрсету мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттары тізбесін айқындау ережелерін бекіту туралы шешіміне сәйкес бір жолғы әлеуметтік көмек мереке күндеріне мұқтаж ретінде есепте тұрған көп балалы отбасыларға мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге тұрғын үй сатып алуға миллион теңге сомасында ақшалай төлем түрінде көрсетіледі делінген хабарламада. Бұл көмек мына мереке күндеріне орай беріледі. Жаңа жыл 1-2 қаңтар, халықаралық әйелдер күні 8 наурыз, наурыз мейрамы 21-23 наурыз, Қазақстан халқының бірлігі мерекесі күні 1 мамыр, Астана күні 6 шілде, Конституция күні 30 тамыз, Республика күні 25 қазан, Тәуелсіздік күні 16 желтоқсан. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы әлеуметтік көмектің бұл түрін көрсетумен Алматы қаласының коммуналдық инфрақұрылымды дамыту басқармасы айналысатынын да түсіндірді. Мәслихаттың сол шешіміне сәйкес 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап бір жолға әлеуметтік көмек көрсетілетін мереке күндерінің тізімі кеңейтілді. Оған енді 15 ақпан, яғни кеңес әскерлерінің шектеулі контингентін Ауғанстаннан шығару күні де кіретін болады. Осы күннен бастап мәртебесі ардагерлер туралы заңының 5 бабында белгіленген басқа мемлекеттердің аумағындағы әскери іс-қимылдарға қатысқан ардагерлерге 100 000 теңге көлемінде көмек көрсетіледі делінген хабарламада. Бұл ресми хабарлама Алматы қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының ресми хабарламасы болып табылады. Қазақстанның өзге өңірлерінде аталған жоба қолға алына ма, алынбай ма әзірге белгісіз. Бұл әзірге тек Алматы қаласында ғана қолға алынған жоба. Алдағы уақытта өзге өңірлерде де қолға алынуы бек мүмкін.